Сәлем достар! Біз бүгін Қазынаның YouTube каналына тағы бір видео салмақшымыз. Бүгін Қазынаның өзінің сұрауы менен оң және де сол деген ойын ойнаймыз. Сол арқылы бүгінгі Қазынаны киіндіретін боламыз. Қазына, сенің оң жағың қайсы? Оң жағым осы жақ. Сол жақ? Сол жақ. Біз қазір Қазынаға көрсетпейміз. Екі киімді аламыз да, соларды көрсетеміз. Қай киімдерді таңдайды, сол киімдер бойынша Қазынаны киіндіретін боламыз. Қазына, сен дайынсың ба? Иә. Қазына, саған ескерту, артыңа қарауға болмайды. Тек қана камераға ғана қарайсың, жарай ма? Себебі бізге қазір мамасы мына жақтан киімдерді береді, сол киімдер бойынша саған таңдау жасаймыз. Ендеше бастаймыз ба? Дайынсың ба? Иә. Кеттік ендеше. Ендеше Қазынада бірінші образ. Примерно қазір мынандай бір киім, одан кейін болмаса осындай бір киім. Енді Қазынаны таңдауын көрейік. Қазына, оң жақ және сол жақ қайсысын аласың? Сол жақ. Онау оң жақ бұл сенің таңдап жатқаның. Сол жақтағы киім ба? Нақты жауабың ба? Ендеше Қазына сол жақтағы киімді таңдады. Мен бұны қойып қояйын. Келесі бізде енді шалбарлар. Бұл да сол жақтағы киіміміз мынандай киім, оң жақтағы киіміміз мынандай киім. Екеуі бірдей. Көрейік қайсысын таңдайды екен. Оң жақ, сол жақ қайсысын таңдайсың? Оң жақ. Оң жақ? Мә саған. Күшті. Қарама сен, ал камера қара. Келесі бізде Қазынаға екі нәски. Екеуі екі түрлі түсті, біреуі ақшыл, біреуі қызғылт. Қазына, оң жақ, сол жақ қайсысын таңдайсың? Оң жақ. Оң жақ? Иә. Оң жақ. Болды. Ендеше мынау Қазынаның біздегі бірінші таңдауы. Қазір осы киімдерді кигізіп көреміз. Бізде мынандай шалбар, одан кейін мынандай үстіне джемпер, өзінің таңдауы болар. Одан кейін мынаны таңдады Қазына. Ендеше кигізіп көрейік. Бізде Қазынаның бірінші образы бітті. Менімше жақсы таңдау жасаған сияқты. Молодец, Қазына. Ұнаса лайк басып қойыңыздар. Біз енді Қазынаға екінші образ дайындадық. Ол образдарда екі түрлі, қайсысын таңдайды деген қазір бастап көреміз. Қазына, дайынсың ба? Иә. Қазынаның оң жағы, сол жағы қайсысын таңдайды екен. Қазір бізде екі көйлек. Қарама, ары қара. Қараңызшы қандай күшті көйлектер. Мынау қандай күшті, мынау қандай күшті, екі түрлі көйлек. Енді орындарын ауыстырамыз, әртүрлі қыламыз. Камера қара. Камера қара, Қазына. Артқа қара болмайды. Ал Қазына, таңдау, оң жақ, сол жақ қайсысын таңдайсың? Оң жақ. Андағы сол жағың сенің? Оң жақ. Оң жақ, осын таңдайсың ба? Иә. Нақты жауабың ба? Иә. Ендеше Қазынаның таңдауы мына көйлек болды. Менімше күшті көйлек. Ары қараймыз, қарамаймыз. Келесі бізде екінші образ, бізде екі колготки. Осы көйлектерге арналған. Ары қараймыз. Қазына, сол жақ, оң жақ қайсысын таңдайсың? Оң жақ. Оң жақ таңдадың ба? Иә. Оң жақ. Жақсы, жарайды. Осыны қалдырайық. Келесі бізде бас киім. Біреуі орамал, біреуі қазақша көйлекпен келетін үкі. Қайсысын таңдайды екен көрейік. Ендеше оң жақ және сол жақ қайсысын таңдайсың, Қазына? Сол жақ. Сол жақ таңдадың ба? Иә. Нақты жауабың. Қабылдайық ба? Ендеше күшті таңдау болған сияқты. Менімше мына заттарды алып қояйық. Бізде Қазынаның таңдауы бойынша ғажап көйлек, одан кейін сол көйлектің бас киімі, одан кейін бізде әппақ
колготки. Ендеше осыларды қазір қазынаға кигізіп, мода көрсеткізіп, жүргізетін боламыз. Қазына дайынсың ба? Ja. Опа! Нормально. Бізде осындай қазақша образ қалыптасты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған вообще күшті болды. Саған ше қазына ұнады ма? Ja. Мына көйлегі әдемі болды. Нағыз қазақтың қызы болды. Енді бізде келесі вечерге баратын сондай бір киімдерді дайындадық. Қазір соларды таңдайтын боламыз. Оң және де сол. Бізде енді бірінші мынандай бір французский киім бар. Мынау енді күшті болатын сияқты. Егер осыны таңдайтын болса, мынау әдемі мінекей. Dior деген жазуменен. Одан кейін екіншісі бізде мынандай киім. Мынаның көйлектерінде суреттер әдемі екен. Енді осы екеуінің ішінде қайсысын таңдайды екен қазына? Қазір көретін боламыз. Қазына камераға қараймыз. Артқа қарай қарамаймыз. 1, 2, 3. И оң жақ, сол жақ. Сол жақ. Ja. Давай, қазынанан таңдады. Келесі бізде қазынаға бас киімдер. Мынау кәдімгі күнделікті киетін шапка. Және де мынау не десе еді мынаны? Мынаның аты шляпа. Иә, шляпа. Осы екеуінің біреуін таңдайды. Қазір қайсысын таңдайды екен көрейік. Оң жақ, сол жақ. Оң жақ. Оң жақ. Ja. Оң жақтағы киімменен шынымен де шляпа күшті кететін сияқты. Ендеше қазынаның басындағы сәукелесін шешеміз. И новый образ. Ага. Құрметті достар, осыменен бүгінгі қазынаның 3 образы бітті, аяқталды. Қайсы ұнады, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Біздерді басқа достарыңызбен бөлісіңіздер, егер де осындай түсіргілеріңіз келсе. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тағы да видеолар қылатын боламыз, сол үшін біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздер біздерді көргендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Сіздермен қош сау болыңыздар.